Сәлем оқырман. Бүгін Сержан мен Арайдың некесі қиылды. Құттықтаймыз. Жастар бақытты болсын. Кеше жеңісте жеңбеген болса да, өмірінде жақсы жар алып некесін қиды. Бұйыртса той көреміз, күтеміз енді екі жаннан. Қосылайық бағдарламасы бір түрткі болған еді қосылғанына, бірақ әлі эфирге шықпады. Мүмкін жекпе-жекке дайындық болмағасын ба, эфирде той болады ма екен? Кеше ғана жекпе-жектен шыққан еді, бірақ жеңісті алмады. Біткеннен кейін Арай бар қолдауын көрсетті, бар жақсы сөздерін желіге шығарып, мой чемпион деп. Сержанға болса бір үлкен сый табыстады, көргенімше неке жүзігі. Өте әдемі де, өзіне не керегін білетін келіншекті алып. Өмірінде өзі жалғыз болып, бір бала өсіріп көп жетістікке жеткені көрінеді. Бизнес-вумен қазірге біз айтқанда. Неше түрлі пікірлерде болды, бірақ соған қарамастан екеуі қол ұстасып бірге келе жатыр. Бірақ бірге жүргеніне біздің көзімізше көп болмады енді. Бізге тез болып кеткен секілді, бірақ оның алды екеуі жақсы қарым-қатынаста болғаны көрінеді. Жарайсыңдар, басқа не айтамыз, тек бақыт тілейміз, балаларына жақсы ата-ана болыңдар дейміз. Видео салып та қойған екен неке қиған рәсімнен, астына бір сөз тіркесін жазып қойған. Некені өміршең етудің келесі қадамы жария ету. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, некені жариялаңдар. Оны мешітте қиындар және дабыл қатындар деген. Ал өз некесін қуана көпшілікке жар салып жариялаудан қашқан адамның ниетінен күмәндану керек. Бәрі жақсы тілектері жазып жатыр, жаңа ерлі-зайыптыларға бақыт тілеп құттықтап. Той тек күтеміз. Өз ойынды жаза кетіңіз, сіз не ойлайсыз?